Қайырлы күн, құрметті киносүйер қауым. Біз бүгін Бахар телесериалын айтатын боламыз. Бүгінгі бөлімде Серен мен анасы екеуі сөйлеседі, ақыры ұрысып қалады. Анасы іздеушіні шақырып, мені біреу итергенін және мен әдейі байқамай құламағанын барлығын айтып түсіндіреді. Және ол басынан бастап баяндап береді. Ол қызының аяғы ауыр болып қалғанын және қызының жігіті және қызының отбасы оған ұнамағанын және бәлеқор отбасына құдалар болдық деп айтқаны, осылардың барлығын жаңағы неге айтып береді, із кесушіге айтып береді. Одан кейін Фелис деген қыз туралы қызды көрсетеді. Фелис деген қызды, жас қызды рентген дәрігер қарайды. Ол қатерлі ісікпен ауырады және аяғы ауыр болады. Ол УЗИға келген. Сол кезде жаңағы рентген дәрігер осы Фелистің ауыр дертке ұшырағанын және оны ота болу үшін үлкен қаражат бар екенін, қаражат керек екенін айтады. Бірақ ол екеуі тәтесімен келеді. Ол екеуі ондай қаражат жоқ екенін бірден айтады және қатты жылап сол жерде өздерінің болған жағдайларын барлығын айтып береді. Және операция жасатуға ақша іздей бастайды, бірақ ондай ақшамыз жоқ деп бірден айтады. Сол кезде Бахар айтады, бұндай әйелдер өте көп, сонда олардың ақшасы болмаса өліп кете беру керек па барлығы деп рентгенге айтады. Және рентгенге сол кезде Бахар, мен бұл ақшаны өзім төлеймін, әр айлығымнан жәймендеп ұстап тұрса болатын шығар дейді. Сол кезде рентген айтады, жоқ Бахар, мен өзім төлеймін, бұл енді қомақты сома ғой деп біраз екеуі сөйлеседі. Сол кезде Бахар айтады, ендеше біз қор ашайық, мүмкін жақсы әйелдер деп ат қояйық дейді. Оған рентгенде келіседі, бірақ оны қалай ашамыз деген сияқты әңгімелер айтады. Сол кезде сол жерде тиктокты жүргізетін, инстаграмды жүргізетін Дуру деген қызды көріп қалады. Ол осы көмекшілері болатын. Сол Дуруға барып көмек сұрайды. Яғни қор осындай ауру әйелдер, осындай жаман аурумен ауырған әйелдерге осындай көмек көрсету мақсатында осы қорды ашайық деп жаңағы Дуру деген қыз қор ашады. Және барлығы мысалы халықтан ақша, қайырымдылық қоры сияқты өзінің қанша қалайды сонша өзінің несіне қарай ақша аударады. Мысалы 100 теңге, 200 теңге, 500, мысалы тіпті байлар үлкен қомақты ақшаны осындай мешітке және осындай ауыратын адамдарға, қорларға құйып отырады деген секілді үлкен жақсы әйелдер деген сияқты қор ашады. Содан кейін із кесушіні қайтадан көрсетеді. Эфсун ханымға айтады, сіз туп-тура айтады, сіз мусорға не үшін салдыңыз дейді. Сол кезде Эфсун ханым, мен оларды ұнатпаймын, мен оларды жаратпаймын, сондықтан оны мусорға мен салып тастадым дейді. Яғни ол мусорға салынған зат Серенге берген, Бахардың анасы берген, андай артынан дүние деймін, сондай бірдеңке сондай болатын. Бірақ оны Эфсун ханым менсінбей әжетхананың мусор шелегіне лақтырып тастайды. Оны Бахар көріп қояды. Бірақ жаңағы із кесуші оның барлығын біледі. Сол кезде ендеше мен сізден бір нәрсе ғана айтайын деп қолындағы жазып отырған парақты бірден жыртып тастайды. Бұндай нәрсе болған кезде 3 нәрсе ғана себеп бар дейді. Ең бірінші төсек қатынасы, екіншісі ақша және үшіншісі туысқандық дейді. Бұл жерде сіз қайсысы болған кезде осындай жағдай болды деп ойлайсыз дейді. Ең бірінші төсек қатынасы, ойланып тұрып, жоқ, ол нәрсе емес. Екіншісі ақша, жоқ, ол нәрсе емес. Үшіншісі туысқандық, туысқандықпен ақша болуы мүмкін дейді. Сол кезде жаңағы із кесуші айтады, сені итерген әдейі итермеген, бірақ сені итерген жақын адамың болуы мүмкін. Ол сенің туысқаның және жақын сенің айналаңда жүр дейді. Сол кезде Эфсун ханым да ойланып қалады. Кейіннен Бахар халыққа үндеу жасайды, қайырымдылыққа үлес қосыңдар деп, оны тиктокқа және инстаграмға салып жібереді. Одан кейін Бахарға Бахар, Серен, Азизураз және одан басқа Серен және осылардың барлығы жаңағы Эфсунның бөлмесіне келіп жағдайын сұрауға келеді. Ол айтады, жағдайым жақсы дейді, менде барлығы жақсы және мен одан да жақсы болуы мүмкін дейді. Сол кезде айтады, мен із кесуші жалдап жатырмын, ол ұрлықшы, мені итерген адам менің үйім жақын адам екен, мен оны жақында айтатын боламын, жақында білетін боламын дейді. Соны естіп Бахар мұңайып біртүрлі болып қалады. Сол кезде есіктен шыға бергенде Эврен кездесіп қалады. Эвренге айтады, осындай мен Эфсун ханым барлығын біліп жүр, сезіп жүр, біздің итеріп жібергенімізді, үйге осы ұрлыққа түскенімізді, осылардың барлығын олар біледі дейді. Одан кейін Бахар өз үйін алады, қарызын төлеп, ол қатты қуанып кетеді. Яғни бұрынғы 2 этажды үйін. Сосын сразу барады да Омайға хабарласады. Омай, біз өзіміздің үйімізге келдік, сен ғана жетіспей тұрсың дейді. Сол кезде Омай айтады, жарайды, ендеше ертең барамын деп оған жылы ғана сөз айтады. Одан кейін жаңағы тергеуші мырза, із кесуші мырза осы Эфсунның үйіне барып, баспалдақтан қалай құлағанын барлығын неғылады, тексереді және сол үйде көмекшісінен де сұрайды. Сіз ба itергенде не болды, қалай айғайлады деген секілді осылар сұрақ қояды. Сол жаңағы көмекшісі мен емес деп бақырып жібереді. Одан кейін Чағла мен Бахар екеуі кешкі тамақ ішіп отырады. Сол кезде жаңағы Эфсунның үйінде не болған, Эфсунды итеріп жіберген, байқамай итеріп жіберген, қалай ол үйге барған барлығын бағанағы Бахар Чағлаға айтып барлығын баяндап отырады. Сол кезде Эвреннен не келеді, сообщение келеді. Сол кезде сообщение келген кезде Бахар күлімдеп қоя береді. Чағла оны байқап, не болды дейді. Сол кезде үйге Эврен келетін болды деп айтып қалады. Сол кезде Чағла оған күліп, сенің іш киімің әдемі ме дейді. Сол кезде не болды саған, неге оны айтып жатырсың деп Бахар оған қарап түсінбей таңырқап қалады. Сол кезде өміріңді өзгертуге сәл ғана қалды, қазір ол кісі, өміріңді өзгертетін кісі есікті қағады дейді. Сосын сен жастық шақтың қадірін біл деп Чағла күліп үйден кетіп қалады. Одан кейін Эврен келеді, екеуі әңгіме бастап, Бахар екеуі күліп ойнап қалжыңдасып отырады. Бахар оған кофе ішесің ба деп, кофе оған демдеу барысында осы Эврен демдеу барысында Бахардың саусағы күйіп қалады. Сол кезде Эврен келіп, не болды, қолың күйіп қалды ма деп, саусағын оның күйіп қалған жерін сүйіп емдейді. Типа біздің қолымыздан неған кезде мамаларымыз сүйенеді
жолы жазылып кетеді деп. Сол сияқты бұл турецкий киноларда да бар екен. Сөйтіп сол жерде қолын сүйіп жатқан кезде екеуі құшақтасып сүйісіп жаңағыдай аймаласып кетеді. Одан кейін Бахар тоқта мен ондайға дайын емеспін дейді. Сол кезде Эржен айтады, жарайды, ендеше мен саған 2-3 күн беремін, сол аралықта сен дайын бол, бірақ ары қарай көпке ұзатпа дейді, күтемін дейді. Сөйтіп екеуі қалжыңдасып кофе ішеді. Одан кейін уәде бойынша Турук пен Угур екеуі спорласқандай, екеуі бір біріне спорласады, сол екеуі де жеңіліп қалады. Турук шашын бұрында бұйра тұғын, соны тіктеп әдемі қылып ұтышықтатады. Ал Турук болса шашын сап-сарыға боятып, екеуі осы аурухананың ішінде жүреді. Екеуінің нелері, прическалары өз-өздеріне ұнамайды. Бұл екеуі де бір жүрген прикол. Одан кейін Бахардың қайырымдылығына көптеген ақшалар секунд сайын бөлініп жатыр. Көптеген ақша бөлініп, осы жаңағы Фелисті де отаға апармақшы болады. Оған Фелистер ақша бермейтін болады, өйткені отаға бүкіл халық қайырымдылық қор жасап, осы отаға ақша төлейді. Барлығы рахмет айтып, осы Рингин мен Бахарға мәз болады. Одан кейін бұл қайырымдылық қорына Эфсунда көптеген ақша аударған, және оны Сирені көріп, анасына барып, рахмет, анашым, сен де көптеген ақша қайырымдылыққа салыпсың ғой дейді. Сол кезде Эфсун айтады, мен былайынша қатал көрінгенмен менің жүрегім жұмсақ, және мен дәл осы видеоны ақшасы бар достарыма, подружкаларыма жібердім, олар да мүмкін ақша аударып қалар дейді. Осымен бүгінгі бөлім аяқталды, өте қызық болды. Жалпы бұл киноның мән-мағынасы өте керемет. Жалпы түсінген адамға егер де ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Өйткені жай ғана сіздердің саусақтарыңызбен басқан әрбір нәрсе мен үшін үлкен мақсат болып саналады.